Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен пайдалы таңғы ас әзірлейтін боламыз. Авокадодан бутерброд дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші авокадомызды осылай кесіп, ортасынан бөліп, дәнегін алып аламыз. Содан соң қасықтың көмегімен ортасын ойып, қабығынан бөліп ажыратып аламыз. Біздің авокадомыз сыртынан ұстағанда өте жұмсақ болу керек. Сол кезде біздің авокадомыз піскен, жақсы дәмді авокадо болады. Авокадоны біле берсеңіздер, өте таңғы асқа пайдалы және дәмді. Барлығын осылай қабығынан қасықтың көмегімен ажыратып аламыз. Осындай блендер ыдысымызға салып аламыз бірден. Кішкене лаймны алып, лаймның согын алатын боламыз. Және қызанақ қолдандым мен. Жарты қызанақты салдым. Барлық осы үш қоспамызды блендерға салып, блендердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай, татымына қарай кішкене тұз салатын боламыз. Сіздерде егер блендер болмаса, қасықтың вилканың көмегімен, шайыншығының көмегімен араластырып езіп алсаңыздар да болады. Мінекей осылай барлығын езіп алдым. Және мен батон нанымды осындай табада екі жағын қызартып пісіріп алдым. Осылай екі жағын қызартып, сары майымызды жағамыз. Сары майымызды жағып болғаннан соң үстіне езілген біздің қоспамызды, авокадомызды үстіне жағатын боламыз. Мінекей достар, барлығын осылай жағып шығасыздар. Менде қалды. Тағы да 4 көсілік нанға жақсаңыздар да болады. Өте дәмді астардың бірі, жасап көріңіздер.